интубуду хойрон, егер де бір жақсылықты жасасаңдар, көрсетіп істесеңдер, яғни адамдарға бастама ретінде бір жақсылықты көрсетіп істедіңдер ма, немесе ол жақсылықты ау тухфуху, не құпиялап істедіңдер ма, мысалы риядан сақтанып, тек Алланың ризашылығы үшін деген жағдайда. Ау тағфу ан суна, үшіншісіне қараңыздар, немесе біреудің сізге жасаған жақсылығын, өздеріңе жасаған жақсылығын кеше салдың. Сонда ата, сен ол кеше салдым деп бір істеген нәрсеге мен қуанып тұрсың ғой дейді. Саған талай кешкенбіз дейді бұлай. Көрдіңіз бе? Сондықтан аяттың соңына қараңыз, екі есімін баяндайды. Егер де біреудің саған жасаған жамандығын кеше салған болсаңдар, фа инналлаха кана афуан қадира, екі есімді қосады. Сөзсіз Аллах тағала кеше салушы, көрдіңіз бе? Елемеуші, кеше салушы, және ол құдіретті дейді. Неге кешу мен құдіретті есімін бірге қойды? Көрдіңіз бе? Өйткені ол құдіреті жетеді. Мысалы, біз бір қателік жасаған кезде, оның құдіреті жетіп тұр жазалай салуға. Бірақ ол кеше салды. Көрдіңіз бе? Сол секілді сізден де соны күтеді. Сіздің құдіретіңіз жетіп тұр, оны жұмыстан шығарып жіберуге, немесе оны жаңағындай айқайлап тастауға оған. Оның бірақ сіз кеше саласыз. Сіз дәлелдемейсіз өзіңізді. Керек жоқ өзің дәлелдеп. Сол жақсылығың арқылы Алла тағала кісінің жүрегін жарады екен да, нұрға. Ойлана бастайды екен. Егер де сіз басқаша бере беретін болсаңыз, өзіңіздікіндей, ол оянбайды ол. Өйткені 12-де жаңағы қарсы тұра береді. Сол үшін Алла тағала бізге ла тастауил хасанату ва ла саййа дейді. Мысалы, Нахл сүресінде жақсы іс пен жаман іс ешқашан тең болмайды дейді. Ешқашан бастары қосылмайды дейді бұның. Итфа биллати хия ахсан. Ұрысып тұрсың ба біреумен? Көп болды ма араздасып жүргеніңе, көп болды ма сөйлеспей жүргеніңізге? Сен іздеме дейді. Кім кінәлі, кім кінәсіз деген тақырып таста дейді оны. Егер оған жақсылық қалайтын болсаң. Әйтпесе атаға дәлелдейтін болса, сізді кінәлап шығару мүмкін өзде. Сен іздеме дейді оны, сен былай істе дейді. Итфа биллати хия ахсан. Тәсілдеріңнің ішіндегі маған ұнайтынын сол тәсілмен итер дейді. О кісіден жамандық келді сізге, сіз итересіз. Немен? Жамандықты жамандықпен емес, жамандықты жақсылықпен. Мысалы, Жибрил келіп осы аятты түсіндірген кезде, кешірімділік ұста дегенде Жибрил айтқан: кім сенімен байланысын үзсе туысқандарынан, сен үзбе дейді. Олар үзді, өйткені олар нәпсінікі және шайтанның түртуінде, ал сен Алланыкісің, сізге болмайды үзуге. Егер сіз үзсеңіз, онда сіз де өзіңіздікісіз, өз шайтан түткенде шайтандыкісіз сол сәтте болды. Құрайтыр сізде жаңағы түбінде тозақтан құтқаратын деген дәлеліңіз болған болмаса. Өйткені сіз сынақта екеніңізді біліңіз. Сізді туысқаныңызбен сынайды. Тасилу мен қотағака. Кім сенен байланысын үзді? Туысқандарына. Сен байланысыңды үзбе дейді онымен. Ол саған бермеді ме? Сен бер. Ол бермейді, сен бер. Ол келмейді, сен бар. Оңай жұмыс па? Оңай емес нәпсіге. Бір ата айтады: мен сенен қаладым дейді, осыны болды. Осы мектептен өтіп ал дейді. Келесі амалдарды іздемей. Көрдіңіз ғой, туысқаның байланысты үзгісі келеді, сіз үзбейсіз. Сіз бара бересіз оған. Бара бересіз. Ол жақтырмайды, бірдеңелерді айтады, сізді өзіңізден шығару керек. Немене келе бересің дейді. Міне. Сіз ассаламу алейкум дейсіз өзде. Сіз Алланыкісіз. Егер мен айтқандай істей берсең дейді, күндердің бір күні мынандай нәтиже болады дейді. Қандай нәтиже деген кезде, итфа биллати хия ахсан фа иза лази байнака ва байнаху адава. Сен мен әлгі біреудің арасында дұшпандық бар еді. Адамдар енді мына екеуі ешқашан дос өтпейді деп ойлаған. Кааннаху валиюн хамим. Егер мен айтқандай істей берсең, ыстық досың болып кетеді дейді. Бірақ мына нәрсені есіңе салайын дейді. Соңында қараңыз. Вама юлаққаха илля лазина сабару. Менің бұл тәлімімді тек қана сабырлар ғана қабылдай алайды дейді жүрегіне. Қалғандар өйткені бүгін істеуі мүмкін, оны результат болған жоқ. Тағы бар результат. Қойшы мынаны деу мүмкін. Тек қана сабырлар ғана мына тәсілімді ұстайды дейді. Вама юлаққаха илля лазина сабару. Қараңыз қалай айтып отыр. Тек сабырлар ғана қабылдай алайды дейді бұны, шыдай алады дейді бұл тәліміме.
وَمَا يُلَقَّخَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Сондай-ақ біз өзіне білім бергендер, міне, көп білім бергендер, солар ғана шыдай алуы мүмкін дейді. Көп білім деген ол не деген кезде? Көп білім деген нәрсе Омар радиаллаху анхудың түсіндіру бойынша тағалламул илма, білімді үйреніңдер, ва тағалламул илми әс-сакина, білімнің ұстамдылық қасиетін қоса үйреніңдер дейді. Сен білім болғаннан кейін, Алланың тәрбиесінде болғаннан кейін сен ұстамды болу керексің. Ұстамдылық деген не? Сізді түртіп қалады. Сізге біреу тілмен тиіседі, сізге біреу мінезімен тиіседі, сізді қозғай алмайды. Сіз Алланың кісісіз. Рахманның құлдары жердің бетінде салмақтарын жоғалтып алмайды дейді. Характерін жоғалта алмайды дейді олар. Ол характер. Осы нәрсеге қарай Алла тағала аятта да тәрбиелеп отыр ғой. Кешірімділікті ұстаған ей пайғамбар. Сондай-ақ жақсылықты бұйырып жүр адамдардың арасында. Сондай-ақ анан адамдардан бір мінез кетіп қалса, сөз кетіп қалса сен жаққа қарай, артық кетіп қалса хақыңа қарай, сен назар аудара берме дейді оған. Көңіл бөле берме дейді. Яғни ілігу деген нәрсе бар ғой. Қосос сүресінде айтады. Саламун алейкум деп айтады екен, сәлем қылатындар. Сендерге сәлем болсын деп айтады екен да. Ла набтағил жахилин. Біз білмейтіндермен ілік іздемейміз дейді. Ол сынақ. Сондай адамдар өмірде көп болуы, ол сізді әбден полировать етіп пісіру үшін ғой адамдар. Сіз ойламаңыз, қоғамның бәрі неге қашан жүзу болып кетеді деген нәрсе. Жоқ, қоғам бірте-бірте. Ана әлі келмей жүргендер сізді мазалайды біраз. Сөзмен, тілмен, сіз оны жек көріп кетпеңіз. Сіз біліңіз, Алла тағала сізді тәрбиелеп жатыр да. Сіз оқиғада өзіңізге қарай істетіңіз. Бір адам келіпті сізге, сіз білетін хадисті сізге келіп айтып жатыр. Осындай бір хадис айтып берейінші сізге деді. Сол сөзде шайтан түртуі мүмкін. Бұл сен білетін хадис немен айтады бұл деп. Сол кезде сіз бисмиллахир-рахманир-рахим деп жүрегіңізбен дайындалып, Раббым маған бір нәрсе қалап тұр деңіз. Алла тағала маған осы кісі арқылы бір ғибрат берейін деп тұр деп тыңдаңыз оны. Сосын ол айтады. Оның айтуының өзі, ана хадис жаттап келді ғой. Сіз оны бұрын естісеңіз, ол енді естіп нұрға қуанып тұр ғой. Сізге айтқысы келіп тұр оны. Оның жүрегіндегі қуанышына қуана алмасаң, сен қайдағы пайғамбардың үмбетісің сен? Қай сүннетті дәлелдемек болырсың? Ол қуанып келді, ол қуанышымен бөліскісі келіп, жаңағыдай нәрсемен келді. Сіз қуанышына көмектестіңіз оған. Қуандыңыз, сосын айттыңыз, Алла риза болсын, пайғамбарымыз осындай бір хадисін маған осында келіп айтқызғаны сен үшін депті. Сен мұсылманның жүрегіне қуаныш сыйладырмасаң қалай болады? Мысалы, ахаббул аъмали илаллахи дейді пайғамбарымыз. Амалдардың ең сүйіктісі дейді Аллаға. Ан tudkhila сурура фи қалби ахика. Бауырының жүрегіне қуаныш сыйлауың дейді да. Сондықтан айналаңдағы мұсылмандарды ұмытпа. Жалғыз болма. Жалғыздық ол Алла тағала. Сіз бізді бауыр болуды қалаған, дос болуды қалаған. Бір-бірлеріміздің жаңағы сүрінген кездеріміз, күнә болып қалған кездерімізді кешіруді, өзара кешіруді үйретеді бізге. Аңдымауды үйретеді да. Біреудің қатесін көрдің бе? Ешкімге айтпа оны. Соның қатесі үшін оны жек көріп кетпе, хақың жоқ. Айтпаса атаға сен баяғыда жек көре салу керек еді. Ешкімді жек көрме, күнә үшін сүрінбейтін адам жоқ. Ол сүрініп қалды. Бар да оған насихат айтып көр. Сосын Алла мен осындай сынақтан сақтай көрші. Бірақ адамның өзін жек көріп кетпе. Пайғамбарымыз сосын сол күнәда жүрген адамдар тәрбиеледі ғой. Қаншалық сабыр етіп қастарында. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.